Құрметті студенттер, бүгінгі тақырыбымыз қисық сызықты трапеция және оның ауданы. Жалпы аудан ұғымы математикада өте маңызды ұғымдардың бірі. Сондықтан біздер бірнеше қарапайым мысалдарды қарастырайық. Бірінші кезекте 3/5 өлшемді қарапайым тікбұрышты алып көрейік. Бір қабырғасы 3-ке тең, келесі қабырғасы 5-ке тең тікбұрышты үшбұрыш. Мұндай фигураның ауданы нешеге тең болады? Әрине, екі қабырға өзара көбейтіледі. 3-ті 5-ке көбейтемін, нәтижесінде 15. Енді квадрат бірлік, шаршы бірлік деген сөздер тіркеледі математикада. Дәлірек болу үшін оған практикалық сабақтарда бөлек тоқталамыз. Екінші кезекте дәл осындай фигура болсын, тек айырмашылығы тікбұрышты үшбұрыш болсын. Мұның да қабырғалары, бір қабырғасы 3-ке тең, екінші қабырғасы 5-ке тең, дәлірек айтқанда катеттері. Енді осындай фигураның ауданын тапқан кезде тікбұрышты үшбұрыштың ауданы тіктөртбұрыштың жартысына тең екендігін ұмытпауымыз керек. Сондықтан 2-ден 1-ге көбейтеміз. 3 көбейтілген 5. Нәтижесінде 15-ті 2-ге бөлгенге тең, ол 7,5. Мына тіктөртбұрышты үшбұрыштың ауданының жартысындай болады ғой. Осы бір жартысы жоқ тәрізді. Енді осы принциптер керек болады. Тікбұрыш үшбұрыштың ауданын тапқан кезде жартысын біздер есептейтіндігімізді білгеніміз жөн. Енді үшінші фигура, ол трапеция. Қисық сызықты емес, кәдімгі біздің геометрияда өтіп жүрген қарапайым трапециямызды қарап көрелік біздер. Бұл трапециямыздың өлшемдеріне назар аударып жіберейік. Енді кішкене сәл дәл емес жерлері байқалып тұр, бірақ былай жасайық. Осы трапецияның ауданын табу үшін біздер 3 фигураға бөлейік. Мына жері 2-ге теңделіп, биіктігі 3-ке тең болсын. Мына жерде тоже 3-ке тең биіктігі, мына жағы 2-ке теңделік. Кішкене мен суретімде дәлетсіздік бар, бірақ осындай ерекшелігі бар өзінің. Ал мына тұрған тіктөртбұрышта 4-ке тең дейді қабырғасы, 4-ке тең, мына жер 4-ке тең. Сонда бізде 3 түрлі фигура болайын деп тұр. S1 дегеніміз ол тікбұрыш 2/3 өлшемі. Оның ауданын табу үшін мен 2-ден 1-ге көбейтіп, қабырғалар 2/3. 2 мен 2-ні қысқартып жібереміз, нәтижесі 3-ке тең болады S1-іміз. S2 дегеніміз ол тіктөртбұрыш. 3-ті 4-ке көбейтемін, нәтижесі 12 болады. S3 дегенім ол 3 көбейтілген 2, және 2-ден 1 болады. 2 мен 2 қысқарып кетеді, нәтижесі 3. Енді ортақ S деген фигурамыздың ауданын табатын болсақ, 3 фигураның ауданын қосамыз. 3 қосу 12, қосылған 3, нәтижесінде 18 шығады. Мына үшінші фигурамыз осындай. Төртінші фигураны алып қарайық. Ол да қисық сызықты трапеция. Тек оның бейнеленуі сәл басқаша. Мына 5-те 8 болсын трапециямыздың несі. Бір жағына қарай 3 болсын. Қазір көрелік. Кішкене бірдей салмасы. Осындық бір ерекшеліктер болады. Яғни мынадай нүктелерді қосып алайыншы. 1, 2. Осы нүктелерді ойша қосамын. Осындай фигура болсында, бұл трапециямыз. Міне байқап тұрсыздар, бір қабырғасы 5-ке тең, бір табаны деуге болады, келесі табаны 8, тек айырмашылығы біздің әдеттегі трапецияларымыздан кішкене бұрылыспенен жатыр. Бір қабырғасы тікбұрышты екендігі көрініп тұр. 3 клетка болған соң 3-те.
Бұл трапецияның ауданын табу үшін фигураны екіге бөлсек болады. Үстінде үш бұрыш, астында төрт бұрыш. Мына жерде S1 дейік, мұнда S2 орналасқан. S2. S1 дегеніміз біздің қарапайым 5-ті 3-ке көбейткен тең тікбұрышты үш бұрышымыз. 15. Бұл тіктөртбұрышымыз. S2 дегеніміз ол бір қабырғасы 3-ке тең, мына жер 5 болса, жалпы саны 8 болса, мына жер айырмашылығы ол да 3-ке тең болады. 3 көбейтілген 3. 3 көбейтілген 3 көбейтілген 2-ден 1. Яғни квадраттың жартысы ғой. 9-ды 2-ге бөлген кезде 4,5 болады. Нәтижесінде ауданды табатын болсақ, 15 қосылған 4,5 нәтижесінде 19,5 деген жауап шығады. Тағы да бір фигурамызды қарастырайық. 5-шіден. Ол да трапеция. Өлшемдерін, мысал үшін, бір қабырғасын 7-ге тең деп алайық. 2, 3, 4, 5, 6, 7 болсын. Ені оның 2-ге тең болсын. Енді биіктігін сәл өзгеше етіп алайық. Тезірек қосып шықпаса кішкене. Тікбұрыш үшбұрыш ретінде таныттық бұл фигураны. Бөлек-бөлек салайын. Бірақ қабырғаларды түзу деп есептейік. 3, 4, 5, 6, 7. Бір қабырғасы 7-ге тең. Бұл жердегі табаны да 2-ге тең. Келесі кіші табаны 3-ке тең келіп. Осындай бір фигура дейік. 2-ге бөліп тастайық. Төменде тұрған тіктөртбұрыш қарапайым фигура болғандықтан оны S1 дейік, ал келесісін оны S2 деп шығарайық. S1-ді табамыз. Жалпы ұзындығы 7 клетка болса, төменде жатқан ол 3-ке теңді. 3 көбейтілген 2 тіктөртбұрыштың ауданы 6-ға тең. Келесі S2 дегеніміз тікбұрыш үшбұрыш қой. Ол жалпы саны 7-ге тең болса, енді жоғарғы бөлігі 4-ке тең болады. Төменгі бөлігі 3-ке тең себебі. 4 көбейтілген 2. Бір келесі катеті. Және 2-ден 1-ге тең болады. 2-ден 1-ге көбейтеміз. Себебі тікбұрыш үшбұрыш ол тіктөртбұрыштың жартысында, ауданда жартысын алады. 2-мен 2 қысқартамыз. 4. Сонда S1 мен S2-ні қосқан кезде 6 қосылған 4 тең болады. 10. Міне осындай ұғымдарды білсек, біздер енді қисықсызды трапеция дегеннің ұғымын анықтауға қазіргі уақытта болады бізге. Қисық сызықты трапеция. Қисық сызықты трапеция дегеніміз нені білдіреді? Қисық сызықты трапеция. Бұл біріншіден үзіліссіз, теріс емес, Y тең болады X-тен F функциясының графигімен содан кейін
OX оси менен X тең A, X тең B түзүүлерімен шектелген жазық фигура қисық сызықты қисық сызықты трапеция деп аталады. Деп аталады дегенді қысқаша жазып қоямыз. Келістік. Осы айтылған сөздердің суретін салып көрейік. Суретін салайық. Біздерге OX оси керек. OY оси керек. Мұны Декарттық координаттар жүйесі. Осында біздерге бір түзуді алайық. Ол түзудің аты X тең A түзуі болсын, себебі A нүктесінен қиып жатыр делік. Екінші бір нүктеден өтіп жататын түзуді қарастырайық. Ол B нүктесінен өтіп жатсын. X тең B ғой. Түзудің аты X тең B деп аталады. Екінші фигурасы. Енді біздер X тең A, X тең B, сосын OX осімен деген сөз бар да. OX оси дегеннің өзі, жалпы OX оси мына төменде жатқан ол Y тең 0 дегенді білдіреді. Келесі біздің фигура, жазық фигура бір қабырғасы мынау болайын деп тұр. Енді үшінші барып бұл жерде деген үш жағын көрдік. X тең A, X тең B, Y тең 0 деген. Енді Y тең X тең F деген функцияны оны шартты түрде осылайша алайық. Y тең X тең F функциясы біз. Енді осы жерде шектелген аймақ қандай? Жазық фигура деп тұрмыз. Біз суреттен көрнекі түрде өзақта көрініп тұр. Осы қызыл түспен мен штрихтап шықтым. Осы аймақты қисық сызық трапеция дейді, бұның ауданын табуға болады. Қандай формула арқылы шығады екен? S тең болады. Бұл дәлелдеу тағы басқа күрделі бағыттардан мен аттап өтейін. Ол интеграл арқылы есептеледі екен. Бұлдай қисық сызықты трапецияның ауданы интеграл астында. Анықталмаған интегралды білеміз ғой. Осы анықталмаған интеграл түбінде анықталған деген түрге ұласайын деп жатыр. Үлкен X, яғни интеграл астында қандай да бір формула шығады. Үлкен F деген функция шығады. Алғашқы функциясы шығады. Және осы алғашқы функцияға біздер төменгі шегіне А, жоғарғы шегіне Б деген мәндерді қоя отырып есептеп шығарамыз. Үлкен осы алғашқы функцияға Б мәнін қоямыз, және одан А деген мәнін қойып азайтамыз. Сонда мына S деген біздің формуламыз айналып келгенде мына алғашқы функция арқылы есептеледі. Бұндай жағдайлардың нақты мысалдарын қазір сіздерге көрсетеміз. Сол кезде есеп барысында біз түсінетін боламыз. Ол үшін бірінші мысалды қарастырайық. Бірінші мысал. Y тең 2x, X тең 1, X тең 3, Y тең 0, сызықтармен шектелген қисық сызықты трапецияның, қысқаша жазайын, қисық сызықты трапецияның ауданын табыңыз. Ауданын табыңыз.
Сіздер толық жазыңыздар. Қисық сызықты трапецияның ауданын табыңыз. Мынау ң деген, ң деген әріп. Енді бұл фигураны салу жалпы түзулер ғой барлығы да. Мына y тең 2, x тең 1, x тең 3, y тең 0 деген сызықтар деп айтып тұр. Бірақ оның бәрі де бұл жерде түзу сызықтар. Ал y тең 2x деген ол біздің функциямыз. Қазір y тең кіші x тең f деген тәрізді. Бірақ та неге біздер y тең 2x-ті алдық? Бұрынғы сабақтарда себебі біз ондай функциядан интеграл таптық. Сол тапқандарыңыз сіздердің естеріңізде бар шығар деген үмітпенен мен әдейі осы нені алып отырмын. Графигім қисықтау болып кетті, мен түзулеп етіп алып қояйыншы. X осы болсын. Мынау Y осы болсын. Енді y тең 2x дегендің x тең 1 нүктесінде 3 нүктесіндегі мәндерін тапқан маңызды ғой. Себебі функцияның графигін шығару үшін сол x-ке мәндер қойып, y-тің мәндерін тапқанымыз жақсы. Мысалы, x тең 0 болса, ол y тең 2x деп тұрғанымыз, мысалы, y тең 2x ол да 0-ге тең болып кетеді. Ал 1 болса, міне 1 деген нүктеде біз шығарайын деп тұрмыз қазір. 2-ні 1-ге көйтем, 2-ге тең болады. Ал x-ім 3-ге тең болса, 3-ті 2-ге көйтем, 6-ға тең болады. Мен осы жағдайларды анық ескеруім керек. Себебі 0 болғанда менің функциямның графигі ол 0-ге тең болады екен, мына жерден өтеді екен. Ал 1 болған кезде ол 2-ге тең болады екен, мына нүкте арқылы өтеді екен. 3 болған кезде ол, мына жер 3 қой, 3 клетканы алып отырмын. 6-ға тең болады екен. 2 клетка, 3 клетка, 4, 5, 6 клетка. Сонда мен осы екі нүкте жеткілікті ғой негізі жүзу салу үшін. Бірақ y тең 2x деген функцияның графигі шықты осы жерде. Енді маған тағы да керек бір не сызықтар, олар деген x тең 1 деген түсін қайсысы. X тең 1 деген мына x-і 1-ге тең болып жатқан түсін. Мына түсін. X тең 1. X тең 3 дегеніміз қайсысы? Ол мына абсцисса 3-ге тең түзу қара сызықпен салып жатырмын. Енді біздерге тағы да бір маңызды түзу керек, y тең 0. Y тең 0 деген ол қызыл түспен сала қояйын. Y 0-ге тең деген сөз ол мына жатқан y тең 0. Жалпы OX осының атауын, OX осының біздер y тең 0 деп атаймыз. Теңдеумен беретін болса. Сонда нәтижесінде міне 4 сызықпенен жасыл түспен, екі жағынан қара түспенен, төменде қызыл түспен жатқан қисық сызықты трапеция шықты біздерге. Міне фигура шықты. Осының біздер ауданын табуымыз керек. Ауданын табу үшін біздер қандай өрнекті, қандай формуланы қолданамыз. Жаңа келтірдік. Интеграл керек болады екен біздерге. S тең болады. Интеграл астында мынау 2x-тің өлшемін табу керек болады екен. 2x, 3x. 2x-тен интегралды алған кезде қандай функциядан туынды тапқанда 2x болады? Әрине, x квадраттан сіздер алдыңғы сабақтарда жиі өтіп келе жатырмыз. X квадратты. Ал шектері қалай? 1 деген нүкте бар, сосын 2 деген нүкте, жоқ 3 деген нүкте бар да, міне. Төменгі шегі 1, жоғарғы шегі 3 деген мән. 3-ті қойған кезде 3-тің квадраты азайтылған 1-дің квадраты. 3-тің квадраты 9 болады, азайтылған 1 тең болады 8. Бұл фигураның ауданы 8-ге тең болады екен. Енді біздер осы айтылғандарымыз рас па, әлде қате ме? Көз жеткізіп көрейік. Біз осыған дейінгі үйреніп келе жатырған тәсілімізбен қарайық. Мына жерде кішкентай бір квадрат шығайын деп тұрды. Оның өлшемі осыны S1 деп алайық. S1 тең болады. 2-де 2 өлшем болайын деп тұр ғой. 2-ні 2-ге көйтем, нәтижесінде 4.
бір квадрат шығады деп есептейді. Келесі S2 деген өрнекті қарайық. Яғни мына жерде бір тікбұрышты үшбұрыш жатыр ғой, тағы да бір. Ол тікбұрыш үшбұрыштың бір қабырғасы міне 1, 2, 3, 4, бір қабырғасы, яғни екінші қатеті 2-ге тең. Яғни осы S2-ні қарасақ, ол 4 көбейткен 2 көбейткен 2-ден 1. 2 мен 2 қысқарып кетеді, ол да 4-ке тең. Сонда қисық трапецияның ауданы, бұл кәдімгі қисық емес, кәдімгі трапеция сияқты. Мына 2 мәнді қосқан кезде, 4-ке 4-ті қосқан кезде әрине 8 болады. Біздің мына жердегі есептеп шығарған 8-імізбен тең. Яғни қисық трапецияның жаңа көрсетіп отырған формуламыз міне. X-тен F-тен интеграл алып, шектерін қойып тапқан формуламыз жауаптары беретін мәндері бірдей болады екен. Осыған көз жеткізу үшін екі түрлі жолды да мен сіздерге көрсетіп отырмын. Келесі тағы да бір мысалды келтіріп жіберейік. Екінші мысал. Мұнда x тең 1, x тең 2, y тең 0 жулерімен және y тең 3x квадрат сызығымен, функциясымен шектелген қисық сызықты трапецияның ауданын табыңыз. Функцияның бұл жерде суретін салу керекпіз. Себебі жанына бір бос орын ретінде біздер бір кеңірек бос орын алып қоймасақ, бұл жерде кішкене y осі бойынша созылады екен функцияның несі. Соны салып көрейік қазір дейтін. Мысалға мынау x осі болсын, иә. Y осыны сонда өтіп салайын. Мен себебі түсініп тұрмын қазір қалай график қалай кететіндігін. Ал сіздер болса, егер оны бірден байқай алмаған жағдайда екі рет сурет салып, түзетіп қайталап салуға да болады ғой. X тең 1 түзуіміз деген біздің қайдан шығады өзі? X тең 1 түзуіміз деген міне бір клеткаға тең 1. X тең 1 деген осы. Ал X тең 2 дегеніміз осымен қатар жатады, ол да суреттен кішкене үйреншіңкіремей. Барымша түзетіп салып көрейінші қазір. Сосын мынау y көсі болсын. Енді x тең 1 дегенді кішкене шамаға келтірдім, білем. X тең 1. Мынау x тең 2 болсын.
жақсы, менде кішкене дәлдік сақталмайды, бірақ x тең 2, y тең 3x квадрат деген ол жалпы өзі парабола ғой, негізінде парабола осы x тең 1 болған кезде мынау x, мынау y есептеу керек. Біз 0 болған кезде ол 0-ге тең болады. 1 болған кезде 3-ті 1-дің квадратына көйтем, 3-ге тең болады. 2 болған кезде 3 көбейтілген 2-ның квадраты 12-ге тең болады. Міне жоғары қарай кетіп қалатын себебі сол. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Мына жерге дейін кетіп қалайын. 1 болған кезде 3 болатын. Сонда мынадай бір осындай фигура болайын деп тұр ғой. Y тең 3x квадрат деген кесіксіз, яғни ол таза түзу болмайды. Біз үйреніп қалғандай ол парабола. Кесіксіз болып шығады. Осы пайда болған фигураның енді біздер несін табайық? Ауданын табайық. S тең болады. Интеграл астында 3x квадрат dx. Енді ойлап қарайық, қандай функциядан туындыны тапқанда 3x квадрат шығатын еді? Естеріңізде бар ма? X кубтың туындысын тапқан кезде 3x квадрат шығатын еді ғой. Міне. Сонда бұл жерде интегралдан алғанымызда x куб деген функция шығады деген. X куб функциясы шығады. Ал оның сол жақ шегі 1, оң жақ шегі 2, төменгі шегі 1, жоғарғы шегі 2. Осыны есептеп береміз. 2-ның кубы азайтылған 1-дің кубы. 2-ның кубы нешеге тең? 2-ның кубын есептеу үшін біздер 2 көйту 2 көйту 2. 2-ні көйтем 4, 4-ні көйтем 8. Азайтылған. Ал 1-дің кубы деген нешеге тең? 1 көйткен 1 көйткен 1. Ол 1-ге тең. 8-ден 1-ді азайтқан кезде біздер 7 деген мысалды аламыз. 7 деген мысалды аламыз. Сонда 7 деген жауапты аламыз. Сонда біздің бұл мысалдағы жауабымыз 7-ге тең екен. Келесі тағы да бір мысалды қарастырайық. Үшінші мысалды. Үшінші мысал. X тең 2, X тең 3, Y тең 0. Және функцияны 1-ден берсек, Y тең болады. X квадрат азайтылған 2x қосылған 1. Сызықтарымен шектелген қисық сызықты трапецияның ауданын табыңыз. Яғни бізден сұрап тұрғаны ауданды сұрайды. Қисық сызықты трапецияны табайын деп жатқан түсінікті, сондықтан бәрін бірдей шұбыртып жазбай-ақ қояйын. Енді түсініп тұрмыз, бұның фигурасын салатын болсақ, мына жерде x осы жатады, мұнда y осы жатады. X тең 1, X тең 3 деген мынадай сызықтар болатын. X тең 1, мынау X тең 3 болсын. Мына жерде формула былай жатады, тек y тең x квадрат азайтылған 2x плюс 1 деген. Сосын біздерге пайда болатын фигураның жалпы кескіні осындай болады. Енді осы қисықты трапецияның ауданын тауып көрейік. Біз бірнеше осыған дейінгі салған мысалдарға сүйеніп, мен қысқаша жазып жатырмын. Интеграл ретінде аламыз біздер. X квадрат азайтылған 2x қосылған 1 dx. Тең болады. X квадраттан интеграл алатын болсам, x куб бөлінген 3 болады. Азайтылған. Ал 2x-тің интегралы ол x квадратқа тең болады. Білесіздер, 7x квадраттың туындысы 2x-ке тең болады. Плюс 1-ден интеграл алған кезде 1 санынан ол x болады. Осындай көрінейік. Және мәндер төменгі шегі 2, жоғарғы шегі 3 деген сандарды алайын деп тұрмыз. Тең болады. 3-ті қойған кезде 3-тің кубы бөлінген 3, азайтылған 3-тің квадраты қосылған 3 деген өрнекті аламыз. Азайтылған 2-ні қойып шыққан кезде 2-нің кубы бөлінген 3, азайтылған 2-нің квадраты қосылған 2 деген өрнекті аламыз.
3'tің кубы деген 3, көбейту 3, көбейту 3 қой. Соның біреуін сызған кезде төмендегі 3-пен қысқарады, яғни 9 болады. 9-дан 9 азайтқан 0 болады. 0-ге 3-ті қосқанда жай ғана 3 болады. Азайту. 2-нің квадраты ол 4, минус 4. Минус 4-ке 2-ні қосқан кезде минус 2. 2-нің кубы 8 болады екенді. 8 бөлінген 3. Бұл жерде минус 2-міз плюс 2 болып өзгереді ғой. Тең болады, тең болады. 3-ке 2-ні қосып жіберейін, бір жолаты. 3-ке 2-ні қоссам 5 болады. 5 азайту 3-тен 8. Ортақ бөлімге келтіріп жіберейік. 3-ті кішкентай сандар ғой, себебі. 3-тен 15 азайтылған 8. 15-тен 8 азайтсам 7 бөлінген 3. 7-ні 3-ке бөлген кезде аралас бөлшек ретінде жазып қояйық. 3-тен 7 бұрыш бөлшекті 2 бүтін 3-тен 1 деген. Сонда бұл есептің жауабы 2 бүтін 3-тен 1 деген сан шығады екен. Келесі тағы да бір маңызды есепті қарап жіберейік. Әрине біздер тригонометриялық функцияларды да өттік. Сондықтан сол білімімізді қолданайық. 4-ші мысал. Абсцисса өсімен x тең 0, x тең π түзулерімен және y тең синус x функциясының графигімен шектелген қисық сызықты трапецияның ауданын табыңыз. Есептеңіз деуге болады. Енді бұл есепті шығарған кезде біздер бірінші кезекте түсінуіміз керек. Жалпы абсцисса осі дегеніміз не? Абсцисса осі OX осі ғой. Ол OX осінің екінші атауы y тең 0. Мана мен келтірдім y тең 0. X тең 0, y тең 0. Ал x тең π дейді. Π дегеніміз ол шамамен 3,14 және бұл 3,14-ті 3 деп те шамамен математикалық есептеу кезінде қолдана беруімізге болады. Осы нәрселерді ескерсек, біздің есебіміз шығады. Енді тригонометриядан білетін өзіміздің білімдерімізді қолданып көрейік. Мынау x осі болсын, мұнда y осі болсын. Біздер екі клетканы бірлік ретінде алайық, енді себебі суретіміз өте кішкентай болып кетер. 3 π дегеніміз осы болады, π. Мұнда x тең π деген түзу туралы сұрайтын болса, бізде x тең π дегеніміз мұны бірден жазып қояйын. X тең π деген осы. Ал x тең 0 дегеніміз, x тең 0 дегеніміз мұнда y көз. X тең 0. Ал y тең 0 дегеніміз қайда жатыр? Y тең 0 деген тауып алайық. Y тең 0 дегеніміз ол неден жатыр? Y тең 0. Сонда түзулердің бәрін көрдік. Ендігі қалып тұрған нәрсе y тең синус x деген функцияның графигін ғана салу қалады. Y тең синус x. Бұның де қиын емес қой, синус 0 градустан 0-ге тең. Синус 180 градустан 0-ге тең. Пи бөлінген 2, яғни ортасы мұның. Бұл кезде ол 1-ге тең. Келіп жатырған бір жарты дөңгелек тәрізді фигура шығады. Жарты дөңгелек қой, енді 0 мен пидің арасында. Осындай қызыл түсті штрихтармен кескіндеп қойдым. Осы есепті біз шығару керекпіз.
Одан табуу керек болса S тең болады. Интеграл астында бұл сызықтың өзінің аты y-тің синус x қой, сондықтан синус x-ті қоямыз. Синус x dx. Ал синус x-тен интеграл алатын болсақ, косинус x шығады, бірақ таңбасы қалай екен? Косинустан туынды тапсақ минус синус қой, сондықтан бұның алдында минус жазылады. Минус косинус x. Шектерін көрейік, нөлден бастап пиге дейін барады екен. Көріп тұрмыз ғой, мына жер 0, мына жер пи. Енді олай болса, минусты өзі берілген алдына жазып қояйын. Косинус пи азайтылған косинус 0 тең болады. Енді мына математикада кішкене ыңғайлы болу үшін мынау минус косинус пи жақшаны ашайық. Мына минус ішіндегі минус пен плюс болады. Косинус 0 градус азайтылған косинус пи дегеніміз 180 градус тең болады. Косинус 0 градустан нешеге тең? Естеріңізде қалды деп есептеймін. 1 болады азайтылған косинус 180 градуста минус 1-ге тең болады. 1 азайту минус 1, ол 1 қосу 1 сияқты болады. Мына 2 минус плюсті береді. Бұл болады 2. Жауап осындай санға жетеді екенбіз.